Бәріңе сәлем, менің атым Мишкина, және сіздер менің арнамдасыздар. Достар, бізде бүгін voice принят видеосы болады, және мен сіздердің бүгін маған жазған voice-тарыңызды орындайтын боламын, және кейбірсін орындамауым мүмкін, сол себептен ренжімеңіздер. Ал енді видеоны бастайық. Бірінші тапсырма ол бізде Шұғыла Шантай дейтін қыздан, және оның тапсырмасы даладағы екі адаммен суретке түс дейді. Ендеше мен видеоблогер едім, және маған тапсырма беріп еді, көшедегі бір адаммен суретке түсті. Сіздің бола ма? Voice принят. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бұл тапсырма Айын Бидрахимованың тапсырмасы, және сенің аты жөніңді қате айтсам ренжіме. Және оның маған берген тапсырмасы бір қасық тұзды сразу аузына салды, содан кейін бірден су ішіп жібер деді. Және оңай болады деп ойладым. Қазір сіздердің көз алдарыңызда тұзды қасыққа салып жейтін боламын. Мінекей бір қасық. Так, су и кеттік. Достар, бұл тапсырма ондай қиын болған жоқ, бірақ кішкене аузымда тұздың ащы дәмі келді. Және вызов принят. Келесі тапсырма Ақырке Жеңісқалиеваның тапсырмалары, және мен сенің тек қана бір тапсырмаңды орындаймын, қалғанын орындамаймын, ренжіме. Және сенің тапсырмаң бойынша мен бір стакан суды аузыма толтырып, диспосито деп 3 рет айтуым қажет екен. Ендеше кеттік. Достар, бұл тапсырма аздап қиындау болды, себебі мен аузыма суды толтырып, ешқандай да сөз сөйлей алмаймын, бірақ та мен сенің тапсырмаңды орындадым. Вызов принят. Жалғастырамыз, достар, және бұл тапсырманы Ұлжан Селібаева қойып жатыр. Мен оның только бір тапсырмасын орындаймын. Және ол оның тапсырмасында маған қантпенен тұзды араластырып жейтін болатын. Және білмеймін, дәмі қандай болатындығын қазір көреміз. Мен кішкенеден бір қасыққа саламын. Ең бірінші қант. Және енді тұз. Мінекей, достар, көріп тұрған шығар барлығы да. Және кеттік. Және дәмі одайға күшті емес. Ең басында маған тұздың дәмі келді. Содан кейін уже қанттың дәмі келді. Дәмі қызық бір түрлі. Жек көріңіздер, бірақ сіздерді ондай жаман деп айта алмаймын. Ең баста тұздықты, содан кейін қанттың дәмі келді маған. Және вызов принят. Ендігі тапсырмалар Анелия Мукушеваның тапсырмасы, және оның бірінші тапсырмасы бойынша мен терезеден менің подписчиктерім көп болса екен деп айқайлауым қажет. Және кеттік. 1, 2, 3. Менің подписчиктерім көп болса екен. Вызов принят. Достар, мен Анельдің келесі тапсырмасы бойынша өзімнің суретімді ақ қағазға көзімді жұмып салуым қажет екен. Қазір мен көзімді жұмып, өзімнің портретімді салатын боламын. Көрейік, қалай болып шығады екен. Достар, мен өзімнің суретімді ақ қағазға ручкамен саламын. Және кеттік, бастайық. Мен көзімді жұмып отырам, барлығы да шынайы. И кеттік. Мынау менің көзім.
Білмеймін достар, мен қалай шығып жатқанын көзім жұмып тұр. Так, қас салу керек маған. Қайда? Так, сол құлақ. Болды. Достар, сурет дайын. Енді көзімізді ашып, оны қарауғана қалды. Кеттік, 1, 2, 3. Ужас. Бұл мен емес. Серьезно, мен емес. Фу, ужас. Салыстырып көріңіздер, мен ұқсайым ба? Или... Вызов принят. Достар, бүгінге осы, және бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, менің арнама жазылып кетіңіздер. Сіздің тапсырмаңызды орындамаған үшін ренжімеңіз. Және келесі кездескенше сау болыңыздар.